Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті ағайын, бүгінгі насихатымыз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жалпы қандай жемістерді жақсы көргендік жайында сөз ететін боламыз. Ең бірінші пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көрген нәрсесі ол құрма жемісі еді. Сахабалар айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам екі қараны жақсы көретін еді дейді. Оның біреуі құрма болатын болса, екінші қара су. Құрмалардың ішіндегі ең төресі десек те болады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жалпы әжуа құрмасын жақсы көрген. Ол неге десе, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің қолыменен еккен, қазіргі таңға дейін мирас қылып жалғанып, осы таңға дейін, әзірге дейін Сауд Арабиясында осы әжуа құрмасы арнайы баппенен өсіріледі. Неге десеңіз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, әжуа құрмасын таңертең 7 түйірін жеген адамға, кешке 7 түйірін жеген адамға, таңнан кешке дейін, кештен таңға дейін ешқандай сиқыр, дуа, көз, сөз деген нәрсе жоламайды дейді. Сондықтан да құрметті ағайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ең жақсы көрген жемістерінің бірі ол құрма. Өйткені құрманы Алла тағала Құранда зікір еткен. Құранда атап өткен жеміс. Тіпті Құранда жүзімді де атап өткен Алла тағала. Бұл жүзім жәннат бақшаларының бір жемісі десек те болады. Демек, бұл Құранда аталынған жеміс, құрма, жүзім, банан, осы жемістер Құранда аталуменен олардың шарапаты, қасиеті, беделі артып кетті. Ал жаңағы құрмаға қайта келейік. Мариям анамыз жаңадан босанғалы жатқан кезде, Иса пайғамбарды босанғалы жатқан кезде қатты ауырады. Құрма талының түбінде сондай денесі қатты терлеп, жаны қатты қиналады. Сол кезде Алла тағалаға дұға қылған кезде Мариям анамызға айтады, анау құрманың жапырағынан ұстап өзіңе сілкі дейді. Сол кезде құрманың жапырағынан ұстап сілкіген кезде құрма ағашынан құрма түседі. Соны Мариям анамыз жеп, жеңіл босанады. Демек, аяғы ауыр әйелдер әсіресе босанатын кезде осы құрманы көп жейтұғын болатын болса, әрине мөлшеріменен. Екінші, әжуа құрмасын жейтұғын болатын болса, ол адамға сиқыр, ештеме, зиянды заттар жоламайды. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүйікті жеген жемістерінің бірі ол анар жемісі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, жер бетіндегі барлық анар жемісінің дейді, жәннаттың өзінің үлесі бар дейді. Демек, бұл жәннатта да болатығын жемістердің бірі. Сондықтан анар жемісі де адамның қаны азайған кезде, бойындағы дәрумендері кеткен кезде анар жемісін жейтұғын болатын болса, ол адамның бойына шипа болады. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көрген жемістерінің бірі, бір күні дейді, қарбызды көк құрмаменен араластырып жеп отырды дейді. Сол кезде сахабалар сұрайды, Алланың елшісі, неге араластырып жеп отырсыз дейді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан сөзі, мына қарбыз суық дейді. Осы қарбыздың суықтығын құрманың ыстығы басады, құрманың ыстығын қарбыздың салқындығы басады дейді. Демек, қарбыз жеген кезде көк құрмаменен араластырып жейтұғын болатын болса, ол сізбенен біздің бойымызға дауа болады екен. Ал енді одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген жемістерінің көкөнісінің бірі ол асқабақ еді. Айша анамыз қанша тамақ істесе де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам тамақ істеп жатқанын көріп қалатын болса, Айша, тамаққа асқабақты қостың ба, асқабақты қостың ба деп сұрай береді екен. Қараңыз, сонда Айша анамыз асқабақты көбірек қосатығын болатын болған екен. Сұралады, не үшін асқабақты қостың ба деп сұрай бердің деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, бұл менің Юнус бауырымның сүйікті асы ғой деп айтты дейді. Юнус алейхиссалам бәленбай жыл киттің ішінде жатып, теңіздің жағасына Алла тағала шығарып тастаған кезде ең бірінші жеген асы ол асқабақ болған екен. Қараңыз. Сондықтан да тамақ істеген кезде, ас әзірлеген кезде осы асқабақты қосатығын болатын болсақ, я болмаса жеке қайнатып жейтұғын болатын болсақ, ол да сізбенен біздің бойымызға күш қуат береді екен. Қараңыз. Ал енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір жақсы көрген жемісі ол Құранда аталынып кеткен, ол банан жемісі. Және Құранда да тағы аталған уәттини уә зәйтун деп келтіреді, Тин сүресінде. Зәйтүннің пайдасы не десе, ол қасиетті зәйтүн ағашы, оның жемісін жесең, ол да бойыңа шипа болады екен. Одан кейін тин, інжір деп атаймыз ғой қазақшада. Осы інжір
адам баласының қан тамырларында қанның жүруіне және жүректің жақсы өзінің қалыпты жағдайында ұстап тұруға осы інжір өте үлкен бір себеп болады екен. Сондықтан да құрметті ағайын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мынау айба деп жатамыз ғой, оны қазақша беже деп те аударған екен. Осы айба жемісін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өте қатты жақсы көрген екен. Енді сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның жақсы көрген жемістері сүннетте де келген, ол Құранда да келген. Мысалы, бірінші айтатын болатын болсақ, ол құрманың ең төресі қайсысы? Әжуа құрмасы. Одан кейінгі де құрмаларды жесеңіз, ол сіздің бойыңызға шипа болады. Одан кейін қарбызбенен құрманы араластырып жеу. Одан кейін әсіресе босанатын әйел адамдар осы құрма жемісін көбірек жеу керек. Одан кейін тиын, зәйтун, өйткені бұлар Құранда зікір етілінген. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір жақсы көрген жемісі ол жүзім екен. Қараңыз, өйткені жүзім ол жәннаттың бақшаларында өсетін беделді бір жемістің бір түрі. Сондықтан да құрметті ағайын, осы жемістерді жейтұғын болатын болсақ, өйткені бұны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам жақсы көрген. Ал пайғамбардың жақсы көрген нәрсесін Алла тағала жақсы көрген. Ал Алла менен пайғамбар жақсы көрген жемісті сіз менен біз жейтұғын болатын болсақ, онда сіз менен бізді Алла тағала жақсы көреді және бойымызға шипа болады. Алла тағала баршамызға дүние мен ақыреттің бақытын нәсіп етсін.